Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз Trendyol сайтына тіркелетін боламыз. Ең алдымен сайтқа тіркелу үшін Play Market'тен немесе App Store'дан Trendyol приложениесін скачать етіп алуымыз керек. Менде ол дайын тұр, сол себепті сразу кіретін боламыз. Міне осылай сайтқа кірген кезде осындай значок шығады. Және де сіз оң жақтағы астында хесабым деген жазуға кіресіз. Және де осы жерден өзіңіздің электронный почтаңызды мына жерге тіркейтін боласыз. Бірінші URL-ді басасыз, сосын электронный почтаңызды жазасыз. Электронный почта бұрын қолданып жүрген почтаңыз болуы қажет. Және де астына пароль, новыйдан пароль енгізесіз. Ол пароліңіз 6 сан және де бір латын әрпінен болуы тиіс. 6 саннан кем болмауы тиіс. Пароліңіз болғаннан кейін қадын немесе еркек деген бірін таңдайсыз. Қадын, яғни әйел кісі деген сөз. Және де астында 2 галочка бар, соны басуымыз қажет. Оны басқаннан кейін URL-ді басамыз. Бізге почтамызға момент код келетін болады. Сол кодты осы жерге тіркейміз. Ендеше біз почтамыз тексереміз. Почтаға код келсе, міне почтамызда код дайын. Осы кодты сразу жаңағы жерге тіркейтін боламыз. 537390 деген код. Сіздерде басқа код келуеді. Сол кодты тіркейтін боласыз. Кодты тіркедік. Енді деваметті басамыз. Осымен біздің регистрациямыз аяқталды. Сохранить парольді бассаңыз, пароліңіз сақталады.